ломбардтан алған қарыз несие немесе ипотека алуға кедергі болмайды. Алайда олардың мақұлдануына әсер етеді. Себебі ломбард алдындағы қарыз жалпы қарыздық жүктемені есептеу кезінде есепке алынады. Қазақстандықтар ипотекалық немесе басқа несие алуға өтініш бергенде, банк оның қаржылық жағдайын және қарыздарын төлеуге қабілетін тексереді. Оған қарыз алушының басқа да міндеттемелері кіреді. Мысалы, несиелер, алимент, айыппұлдар немесе басқа да қарыздар. Егер қарыз алушы өзінің төлем қабілетін дәлелдей алса, ағымдағы қарызын өтесе және қажетті құжаттарды ұсынса, ипотекалық немесе басқа несиені мақұлдау ықтималдылығы айтарлықтай артады. Осылайша, ломбард алдындағы қарыз несие алуға кедергі болмайды. Бірақ өтініш берушінің өтелмеген немесе мерзімі өткен берешектерінің болуы несие мақұлдау ықтималдылығын азайтады. Бұл ретте бірнеше жайтты ескеру қажет. Атап айтқанда, ломбардтар кредиттік бюроларға микрокредиттер туралы ақпаратты беруге міндетті. Бұл ақпарат қарыз алушының несие тарихының бір бөлігіне айналады және оның несие бойынша есебінде көрсетіледі. Сонымен қатар, қарызды өтеу мерзімі өткен жағдайда ломбард қарыз орнына қабылданған бағалы бұйымды кемінде тағы 30 күн сақтауға міндетті. Осы уақыт өткеннен кейін аталған бұйымды сатуға құқылы. Кепілге салынған мүлікті сату кезінде ломбардтағы заттарды кепілге беру туралы шарт бұзылады. Бұл ретте қарыз алушының міндеттемелері жойылады. Кепіл затты сату актісі немесе оның ломбардтың меншігіне айналдыру туралы шешім және қарызды өтеу туралы анықтама сияқты құжаттар қарыздың тоқтатылғанын растайды. Несиелік есепте қамтылған ақпаратпен келіспеген жағдайда, қарыз алушы ақпарат берушіге немесе кредиттік бюроға ақпаратты даулау үшін жүгінуге құқылы. Өтініште жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты, тұрғылықты жері, жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері, мәліметтері, сондай-ақ кредитордың аты жөні өтініш берушінің немесе оның уәкілетті өкілінің қолы қойылуы тиіс. Өтінішке өтініш беруші көрсеткен берешекті өтегендігі растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуі тиіс. Өтінішті қарау мерзімі кредиттік бюроға келіп түскен күннен бастап 15 жұмыс күнін құрайды. Кредиттік есепте мәліметтердің бұрмалануы расталған жағдайда, кредитор дерект анықталған күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде кредиттік бюроға дұрыс мәліметтерді беруге тиіс. Өз кезегінде несиелік бюро өтініш берушіге түзетілген несиелік есепті ұсынуға міндетті.